Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Егер менің видеоларымды алғаш рет көріп тұрған болсаңыз, онда міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіз, себебі алдағы уақыттарда да қазақ тілінде осындай тоқыма видеоларын салатын боламын. Ал бүгінгі видеода біз мынандай әдемі балаклава бас киімін тоқитын боламыз. Бұл бас киімді тоқуда менде каналда бір видео бар. Ол видеода мен сіздерге мынандай түрін тоқып көрсеткен болатынмын. Бұл жерде байқасаңыздар, узорлары әртүрлі, және де бүгін тоқып көрсететінім тығыз тоқылған. Арасынан саусақтарым да көрінбейді. Мен қараңыздар, көрдіңіздер ғой, бүйтіп шығармаса көрінбейді. Мынада ұстап тұрсам, уже арт жағынан тесік болып менің қолдарым көрініп тұр. Бүгін осындай тығыз тоқылатын қалың балаклава түрін тоқитын боламыз. Менімен бірге ілесіп отырып тоқыңыз. Небәрі 1 сағат, 1,5 сағаттың ішінде осындай әдемі бас киімді балаларыңызға тоқып бере аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, ұнап жатса пікір қалдырыңыздар. Балаклава бас киімін тоқу үшін бізге 2 моток Alize Puffy жібі керек болады. Мендегі жіптің номері 63-83 және де 100 грамда 9 метр жіп болады. Сонымен қатар ине жіп, осыған түстес келетін ине жіп аламыз. Маркер, түйрегіш, маркер, қайшы және де мен қатарды санап отыру үшін счетчик қолданамын. Болды, бар болғаны осы заттар керек болады. Ал бастаймыз. Бұл тоқитын бас киіміміз бізде тығыздау болады. Ашып аламыз. Егер де новичок болсаңыз, прям асықпай анықтап қарауға тырысыңыз, себебі кішкене түсінбей қалуларыңыз мүмкін, өйткені тоқылуы сәл күрделірек. Столбик без накида тоқимыз бұл жерде, және де бастаған кезде бір жіпті босаттым, және екінші жіпті. 2 петлямызды ашып алдық. 2 петля қысқала болады десеңіздер, үшіншісінде ашсаңыз да болады. Менде 2 петля жетеді, себебі менде мына жақта өзінің ұшы тағы да ұзынырақ болған. Енді кольцомен көреме жасаймыз. 3 саусағымызға аламыз, ұшын ұстаймыз и былай қолымызға бір айналдырамыз. Болды, бір айналдырып алдық. Енді 6 столбик без накида тоқимыз. Оны қалай тоқимыз? Қараңыздар, мен бірінші петляны былай кольцоның ішінен тоқыдық. Кольцоның ішінен тоқимыз. Екіншісін, сыртта тұрғанды осы петляға кіргіземіз. Одан кейінгі тұрған петлямызды кольцоның ішіне кіргіземіз. Келесі петляны мына кольцоның ішінен шыққан петлямыздан өткіземіз. Одан кейінгі тұрған петлямызды кольцоның ішінен өткіземіз. Келесі петляны мына петлядан өткіземіз. Біз столбик без накида тоқып жатырмыз. Ұшын ұстап тұрыңыздар. Енді қараңыздар, үшеу тоқып жатырмыз ғой, осылайынан негізі. Тоқып келе жатасыздар да қатарды бірден жауып өтеміз. Одан кейін келесіге. Бізде біреу тоқылды және екеу тоқылды. Мына жоғары жағындағы өрімдерді санайсыздар. Бізге осындай 6 өрім керек. Біреу, екеу болды. Енді келесі тұрған петлямызды кольцоның ішінен өткіземіз. Одан кейінгі петляны мына петлядан өткіземіз. Тағы да петлямызды кольцоның ішінен өткіземіз. Петляны кольцоның ішінен өткен петляға өткіземіз. Енді былай жаптық. Бізде біреу болды, екеу, үшеу, төртеу, демек тағы да екеу керек. 2 осындай петля керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу болды. Өткіздік кольцодан. И екіншісін осы кольцодан өткізгеннен өткіземіз. Өткіздік. Және артындағысын осының ішінен өткіземіз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. И мынамен бізде 6 болады. Міне, 6-шысы. Мына жіпке маркер қойып қойыңыздар. Бұл біздің рабочий жібіміз болады қазір. Маркер қойып қойыңыздар, шатасып қалмас үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петля тоқылды. Енді жіптің ұшынан тартып, мына ортасындағы тесікті жабамыз. Тартсаңыздар, жақсылап, ортасындағы тесік жабылды. Енді әр мына жоғары жақта тұрған петлямызға прибавка жасаймыз. Яғни 2-2-ден тоқимыз.
бірінші петлямызды аламыз. Бұл петляның мына төбеде тұрған петля міне былайынан екіге бөлініп тұр, иә. Міне әр төбеде тұрған петля былай екіге бөлініп тұр. Осы екіге бөлініп тұрған петляны мына бірінші тұрғаннан өткіземіз. Бір петлямызды осылайынан и екінші петлямызды оның алдында тұрғаннан өткіземіз. Сонда бізде бір петляға артқы полупетлясынан және алдыңғы полупетлясынан өткізіп прибавка жасадық. Одан кейінгі тұрған екінші петлямыз бар. Оған да осылай прибавка жасаймыз. Бірінші арт жағындағы петлядан өткіземіз. Одан кейін келесісіне алды жағындағы полупетлядан өткіземіз. Прибавкамыз жасалды. Енді одан кейінгі тұрған петлямызға тағы да осылай прибавка жасаймыз. Бірінші артқысынан өткіземіз. Прибавка деген осылай жасалады. Одан кейін алдыңғысынан өткіземіз. Келесі петлямызға бірінші артқы тұрғанынан өткіземіз. Одан кейін алдыңғы тұрғанынан өткіземіз. Сонда бұл қатарда біз бірінші қатар тоқыдық. 6 столбик без накида тоқылды. Екінші қатарымызда 12 болады. Артқысынан кіргіздік. Және де алдыңғысынан кіргіземіз. Және ең соңғы тұрған 6-шы петля, бұл бізде рабочий жіп шығып тұрған петлямыз, ең соңғы тұрғаны. Осының да арт жағынан және алды жағынан кіргізіп, осылай екі петляны бір петляға тоқыдық. 12, мында 12 болды бізде, санап көріңіздер, 12 болу керек ровно. 6 петляға 2-ден прибавка жасадық. Енді мына рабочий жіпте тұрған немізді аламыз, маркерімізді аламыз, одан кейінгі тұрған петляға ілеміз маркерді. Енді рабочий жібімізді алып, мына қатардағы жіптердің барлығын бұлай жауып шығамыз. Бірінші петлямызды екіншісінен өткізу арқылы барлығын жауып шығамыз. Мұқият қарап алыңыздар, себебі қазір осы 1-2 қатарды түсіндіргеннен кейін алдағы қатарды өз беттеріңізбен тоқитын боласыздар. Асықпай көрсетіп жатырмын. Менімен бірге қатарласып отырып тоқысаңыздар, барлығы дұрыс шығады. Осылай барлық қатарды жабамыз. Арасында петляны қалдырып кетпеңіздер. Тоқыдық, иына ең соңғы жіптен де тоқимыз. Сол кезде маркер міне осы жібімізде тұрады, бұл бізде рабочий петля болып саналады. Әрдайым осылайынан. Қазір келесімнен барлығын тоқып келген кезде, одан кейінгі арт жағында тұрған петляға маркерді ауыстырамыз. Мынау қатарды жабу үшін қолданылып кетеді. Петля тастап кетпеңіздер, қыздар. Менде қарап отырсаңыздар, мына жерде бір петляны тастап кетіппін. Егер де осылайдан тастап кеткен болсаңыздар, қайтадан сөгітіп тоқсаңыздар болады, немесе бұны қазір осылай тігіп жібереміз. Еш уайымдамасаңыздар да болады. Одан ештеңе өзгермейді. Тек бірнеше петля тастап кетпесеңіздер болған. Егер осылай бір петля ғана қалып қалған болатын болса, онда ішіне бірге қосып тігіп жіберсеңіздер болады. Екінші қатар тоқып болды. Екінші қатарымызда біздің 12 столбик без накида тоқылды. Енді үшінші қатарды қалай тоқимыз? Үшінші қатарда столбик без накида және прибавка. Столбик без накида, прибавка жасап тоқимыз. Бірінші петлямызға біз столбик без накида тоқимыз. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Демек, бір петляны ғана өткіземіз бұл жерден. Міне, артқы столбик тұр и алдыңғы тұр. Осының тек қана алдыңғысынан өткіземіз, қыздар. Артқысынан өткізбейміз, тек алдыңғысынан бір петля өткіземіз. Одан кейінгі тұрған петлямызға артынан өткіземіз. Біреу и алдынан біреу өткіземіз. Себебі біз прибавка жасап жатырмыз. Одан кейінгі тұрған міне петлямыз. Осының тек алдынан өткіземіз. Прибавка жасамайтын столбиктарда тек алдынан тоқимыз, қыздар. Артынан тоқымайсыздар. Егер артынан тоқып кетсеңіздер, мынау бөлектеніп, көрініп жаман болып қалады. Сондықтан да прибавка жасамайтын тек қана жалғыз столбик без накида тоқылатын кезде міндетті түрде алдыңғы полупетлямыздан тоқимыз. Міне алдыңғы полупетлядан тоқыдық, келесісіне прибавка жасаймыз. Артынан тоқимыз. Артынан аламыз бір петляны и бір петляны алдыңғы полупетлядан аламыз. Немесе алдыңғы полустолбик деп айтайын, алдыңғы полустолбиктан. Одан кейінгі тұрған петлямызға біз прибавка жасамаймыз, себебі алдыңғысына жасадық. Бұның алдыңғы полустолбигінен былай тек қана бір петлямызды ғана өткіземіз. Келесінің артынан біреу, алдынан біреу өткіземіз. Себебі бұл бізде прибавка. Сіздерге түсінікті болу үшін мен әбден асықпай отырып әр қатарды қазір осылай көрсетіп отырмын. Келесі петлямызға алдынан ғана өткіземіз. Одан кейінгіге прибавка жасаймыз. Артынан және де алдынан. Келесі тұрған петлямызға біреу ғана өткіземіз. Алдыңғы полустолбиктан ғана. Артқы полустолбиктан
біреу, және де алдыңғы полустолбиктан біреу. Алдынан столбик без накида, және ең соңғысына прибавка жасалады. Артынан бір столбикті оқитыныз, алдынан бір столбик без накида. Тоқыдық. Маркерімізді аламыз, шешіп, одан кейінгі тұрған петлямызға қоямыз маркерді. Енді осы үшінші қатарымызды толық жауып шығамыз. Қатарды жаптық. Мен соңғы петляларымызға келдік. Бұл жерде бізде 18 столбик без накида тоқылады. Демек, жоғар жағын санасаңыздар, сіздерде мынандай 18 өрім тұру керек. Үшінші қатарды тоқып болдық. Енді төртінші қатарда 2 столбик без накида, бір прибавка жасаймыз. 2 столбик без накида, бір прибавка жасаймыз. Сонда төртінші қатарымызда бізде 24 столбик без накида тоқу керек. Бірінші қатарда 6 тоқыдық. Екінші қатарда прибавка жасап 12 тоқыдық. Үшінші қатарда 12-ге тағы 6 жаңа петля қосылды. 18 болды. Және де төртінші қатарда 18-ге тағы да жаңадан 6 петля қосылады. 24 столбик без накида тоқылады жалпы саны. Енді қараңыздар, бізде біріншісінде прибавка жасалмай столбик без накида тоқылған болатын біріншісінде. Екіншісінде прибавка жасалған. Үшіншісінде біреу, төртіншісінде прибавка жасалған. Енді мен біріншісін қазір прибавкамен бастаймын. Мен біріншісіне қазір прибавка жасаймын. Тура осылай мен көрсеткен сияқты оқыңыздар. Біріншісіне прибавка жасаймыз, міне 2 петля. Ал передний полустолбиктан да, задний полустолбиктан да мен бір-бір неден өткіздім. Міне 2 өтті. Одан кейінгі тұрған мына 2 петлямызға бір-бір талдан өткіземіз. Міне біреу өткіздік передний полустенкасынан, и одан кейінгі тұрғанға тоже передний полустенкасынан біреу өткіздік. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Артқысынан біреу өткіземіз, және алдыңғысынан біреу өткіземіз. Осылай қатарды айналдырып, біз 6 рет қайталап, осылай прибавка, 2 столбик без накида, прибавка, 2 столбик без накида ғып айналдырып тоқып шығу керекпіз. Енді ары қарай өз беттеріңізбен тоқыңыздар қыздар. Міне қазір 2 столбик без накида тоқыдым. Одан кейінгі петляға прибавка жасаймыз. Демек, артқысынан да, алдыңғысынан да 2 петля өткіземіз. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Прибавка деген кезде бір петлямызға 2 осындай мынандай петлямызды өткіземіз біреуіне. Передний және заднийдан. Прибавка емес, просто столбик без накида болған кезде былай переднийнан өткіземіз. Мен уже сіздерге түсінікті болсын деп қайталап өзім жаттасып жатырмын. Кешіріңіздер қыздар. Былайнан передний стенкасынан 2 өткіздік. Қайтадан прибавка жасаймыз. Енді 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу және одан кейінгі. Біреу. Енді прибавка жасаймыз. 2 столбик без накида тоқимыз. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Так, мына жерде бізде 3 столбик без накида тоқып кеткен екен. Екеуміз. 2 столбик без накида тоқып тұр. Міне оның алдыңғысы прибавка жасалған. 2 столбик без накида. Міне одан кейінгі тұрғанымызға бізде прибавка жасалады. Прибавка жасаймыз. Және соңында 2 петля қалады бізде. Мен біреу, екеуіне бір-бір столбик без накида тоқимыз. Мен біреу, және одан кейінгі тұрғанға біреу. Осылай біз 4-ші қатарды да тоқыдық. Немізді маркерімізді аламыз, одан кейінгі тұрған петляға қоямыз. Енді 4-ші қатарды жауып шығамыз. Жабамыз. Енді 5-ші қатарда, қазір осы 4-ші қатар жауып болғаннан кейін, 5-ші қатарда біз 3 столбик без накида прибавка жасап тоқимыз. 3 столбик без накида прибавка жасаймыз.
Сонда бізде жалпы саны 30 столбик без накида тоқылады. Және ең соңғы маркер тұрғанды тоқимыз. Болды, міне 4-ші қатарды тоқып болдық. Қатарымыздың барлығын, петляларымыздың бәрін жаптық. Енді 5-ші қатар. 5-ші қатарда жаңа айтқанымдай жаңа өздеріңізге айтқандай 3 столбик без накида және прибавка жасап тоқимыз. Үшеуін тоқимыз. 1, 2, 3. Үшеу тоқыдық передний стенкаларынан. Енді прибавка жасаймыз келесі петлямызға. Артқысынан және алдыңғысынан. Осылай бір-біреуден өткіземіз. Одан кейінгі 3 немізге петлямызға осылай передний стенкаларынан, передний столбиктарынан бір-бір талдан өткіземіз. Осылай қыздар айналдырып 3 столбик без накида прибавка, 3 столбик без накида прибавка жасап тоқып, қатарымызды жауып 5-ші қатарды толық аяқтаймыз. 5-ші қатарымызды тоқып болдық. Жалпы саны 30 столбик без накида тоқылды. Енді 6-шы қатардан бастап ары қарай ешқандай өзгеріссіз айналдырып тоқисыздар. 5 немесе 6 қатар тоқуларыңыз мүмкін. Енді оны қалай есептейміз? Қараңыздар, мен сіздерге видеоның басында айттым. Бұл басының размері 50-55 сантиметр болатын. 55 емес, 54. 55-ке уже тар болып қалуы мүмкін. 50 және 54 сантиметр аралығындағы бастың размерлеріне келеді. Баланың тура төбесінен қасына дейінгі аралықты өлшейсіздер. Ол 15 сантиметр болуы мүмкін, 17 сантиметр болуы мүмкін. Тура центрдан бастап, сонша мысалы қанша керек сіздерге? Тура центрдан бастап, дальше сіздерге 15 сантиметр керек па? Жоқ, 17 сантиметр керек па? Соны өлшейсіздер. Маған центрдан бастап қасына дейінгі аралық 16 сантиметр болатындай етіп тоқу керек. Мен қазір тағы да бір 4 қатар тоқимын да. Өлшегіш, мен сантиметрмен өлшеп көремін. Маған егер де сол тағы да 4 қатар қосқаннан кейін жететін болса 16 сантиметрге, онда мен сол күйінде қалдырамын. Сіздер де дәл солайынан сантиметрлеріңізбен баланың тура төбесінен қасына дейінгі аралықты өлшейсіздер. Сол аралықты мен тура центрынан бастап, сондай мысалы 16-17 сантиметр болатындай етіп, осы 30 столбикті еш өзгеріссіз айналдырып тоқи бересіздер. Тағы да 4 қатар қосуларыңыз мүмкін, 5 қатар қосуларыңыз мүмкін. Соған байланысты біздің неміз әртүрлі болуы мүмкін. Себебі болады, балалардың маңдай кішкентай балалар болады, маңдай кең балалар болады деген сияқты. Сондықтан да ол жағын енді өлшеп қараңыздар. Бірақ осы 30 петляны еш өзгеріссіз айналдырып тоқи береміз. Яғни әр қайсысына бүйтіп бір столбик без накидадан осылайынан тоқимыз. Тек қана передний полустенкасынан аласыздар. Передний стенкаларынан ғана алып тоқимыз. Артқысына тоқымайсыздар, алдыңғысына ғана тоқисыздар. Осылайынан жіптеріңіз айналып кетпесін. Осылай бәрі түзу жататындай етіп, тек қана передний стенкасынан осылайынан тоқимыз. Осылай әр петлямыздың передний стенкасынан тоқып, қатарды жауып, айналдырып, өздеріңізге керекті размерге, ұзындыққа дейін тоқып аламыз.
жалпы саны 10 қатар тоқыдым мен. Яғни тағы да жаңадан 5 қатар қостым. Енді көзі ашық тұратын орынды қалдырамыз. Қараңыздар, қазір мен мына жерге рабочий петлядан кейінгі петлялардан тағы да 9 петля қалдырамын. 9 немесе 10 петля қалдырсаңыздар болады. Егер баланың басының айналымы 50-51 см болатын болса, онда 9 см, ал егер 54 см болатын болып жатса, онда 10 тал қалдырыңыздар. 10 петля 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мен 9 қалдырдым. Асты жағынан да осылай 9 петля қалдырам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мен 9-ын қалдырып, 10-шы петляма, мына жақтан 10-шы петлямды алып, передний стенкасынан былай өткіземіз. 9-ы міне тұр, және де мына жақтан 9 орын қалдырылды. Енді ары қарай айналдырып тоқимыз. Ешқандай прибавка жасалмайды, соңына дейін осылай 30 столбик без накида айналдырып тоқып отыратын боламыз. Мен біреуін тоқыдық. Мен барлық передний столбиктардан петлямызды өткізіп шықтық. Крючок тұрған жібімізге келді. Крючокта маркерімізді аламыз да, маркер тұрған маркерімізді аламыз да, алдыңғы петляға көшіреміз. Енді осы рабочий жіптен былай өткізу арқылы барлық қатардағы петляларымызды жауып шығамыз. Соңғы маркер тұрған жібімізге келдік. Қараңыздар, қазір мен сіздерге тез тоқудың бір тәсілін көрсетемін. Бұлай передний немісін өткіздік қой, осылай хотя бы екеуін өткізіп алыңыздар. Одан кейін бірден артынан тоқып кетеміз. Маркерімізді алмаймыз, ол тұрады осы жерде. Маркерді алып тастасаңыздар, шатасып қаласыздар. Міне бұл қатардың басталған жері. Қазір біз мына петлямен аяқтайтын боламыз. Маркер тұрғанның алдындағы петлямен аяқтайтын боламыз. Осылайнан бірден тоқып кетеміз. Бізде келесі мына жерден өткізу керек бізде. Соған алдына әкеп қоямыз былай, екеуінен бірге өткізесіздер. Сонда бірден екеуін қатарды тоқып, жауып, бірден өтесіздер сол кезде. Одан кейінгі тұрған петлямызға үстінен қоясыздар. Осы екеуінен бірге өткізіп аласыздар. Келесі петляға қоямыз, екеуінен бірге өткізіп алдық. Одан кейінгі петляға. Көрдіңіздер ғой, бірден тоқып және қатарды жауып жатырмыз. Осылайнан айналдырып, біз жаңа 11-ші қатарда мынандай орын қалдырған болатынбыз. 12-ші қазір 12-ші қатарымыз тоқып жатырмыз. Мен осылайнан айналдырып отырып, тағы да өздеріңізге керекті ұзындықта 9-10 қатар тоқисыздар. Төмен қарай қаншалықты ұзын болғанын қалайсыздар. Қатты ұзын ба, немесе онша ұзын керек емес па, соған байланысты тағы да өздеріңіз қарап өлшеп отырып тоқисыздар. 9 қатар, 10 қатар. Екеуін бірден бірге тоқып кетіп жатырмыз. Осы жерден өткізу керекпіз біз жібімізді негізі,
осылай өткізу керекпіз барлығынан. Потом одан кейін айналып келіп мыналарды жабу керекпіз. Сол үшін біз олай екі жұмыс қылмас үшін бірден петлямыздың үстіне мынаны қоямыз да, бүйтіп екеуінен бірге өткізіп аламыз. Мынаны алдық, үстіне қоя салдық, екеуінен бірге өткіздік. Тағы да екеуінен бірге өткіздік. Соңғы маркер тұрған петляға дейінгі алдыңғы петлясына дейін тоқып келдік. Маркерімізді осы петляға өткіземіз. Енді біз 12-ші қатарды аяқтадық. Енді тағы да тура осылайынан қараңыздар. Маркерімізді алмаймыз, маркер орнында тұрады. Осылай айналдырып 9-10 қатар тоқимыз. Ол да қысқа десеңіздер, тағы да ұзын қылып тоқсаңыздар болады. Яғни ол уже өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ең бастысы осылайынан осы узорды тоқып үйреніп алсаңыздар болды, қыздар. Мысалға басы 60, 58, 60 үлкен размерге тоқығыларыңыз келсе, онда сәл тағы да ұзарта саласыздар. Петляларына біз 5-ші қатар тоқыдық қой. Сол кезде 6-ші қатарды келесін тоққан кезде тағы да бірнеше жерінен прибавка жасап, өздеріңіздің қалауларыңызша үлкейтіп немесе кішірейтсеңіздер болады, қыздар. Сіздерге ең бастысы принцип. Соны түсініп алу керек. Бұл қалай тоқылып жатыр, размері қалай үлкейіп кішірейіп жатыр, соны түсініп алу керексіздер. Сосын болды, ары қарай уже тоқи бересіздер. Бұл бас киімнің тар емес, басқа сәл кеңдеу тұрғаны жақсы. Өйткені қатты тар болатын болса, онда бізде бәрібір енді бұл қанша дегенмен анандай тоқылған сияқты нелер емес қой. Арасында бәрі тесіктер болады. Егер де тар болып былай тырс тұратын болса, ана тесіктерінен жел өтіп продувать етіп тұратын болады. Сондықтан да басқа сәл ғана 1 сантиметрде 2 сантиметрде кең тұратын қылып тоқу керек. Мына мысалға 54-55 деген басқа прямо впритык тұрады. Осы размер. Бірақ солайынан тоқытатында клиенттер болып жатады. Баланың басына тура дәл болып тұрса деп. Сондықтан да қарайсыздар енді. Өздеріңізге баланың басына тығыз тұрған ұнайма, әлде кеңдеу тұрған ұнайма, соған байланысты балаларыңызға тоқып беріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене үйреніп алсаңыздар, қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, тоқу өте оңай. 1,5 сағаттай уақыттарыңыз кетеді бұл узорды тоқу үшін. 1-1,5 сағат. Алдыңғы тоқып көрсеткенді небәрі 40 минуттың ішінде, 1 сағаттың ішінде тоқып алуға болады. Себебі ол узор өте оңай болатын, Түсініп алған шығарсыздар біздің қалай тоқып жатқанымызды. Міне алдыңғы петлямыздың үстіне алып қоя саламыз. Осы екеуінен бірге өткізіп аламыз. Бүйтіп үстіне келіп қоямыз да, екеуінен бірге өткізіп аламыз. Маркерімізді алдыға жылжытамыз. 13-ші қатар тоқыдық. Осылай тағы да алдыда 7 қатар тоқып көріңіздер. Егер сол ұзындық жетеді десеңіздер, солай қалады. Егер де тағы да ұзындау болсын десеңіздер, ары қарай қосып тоқуларыңызға болады, қыздар. Енді жібіміз былайынан бітіп қалса не істейміз? Қалай бір-біріне жалғаймыз? Бір-бірінен байласаңыздар болады, немесе ине жіппен тігіп қойсаңыздар болады. Жіпті екеуін алып келіп, мен былайынан бір-біріне айқастырамыз. Розовый, мынадай қанық розовый өз жағына, және де мынаны өз жағына алып келеміз. Енді осы жерді тігеміз. Осылайынан
тігіп бір-біріне и түйіндеп екі жағындағы жібін қия саламыз. Сосын болды, бір-біріне жалғап алдық. Енді ары қарай тоқи береміз. Қараңыздар, мен жалпы саны 17 қатар тоқыдым. Мына бетінен ашық жерінен кейін төмен қарай тағы да 7 қатар тоқылды. Бізде мына жерге 10 қатар тоқылды еді ғой, енді төмен қарай тағы да 7 қатар тоқылды. Ары қарай қараңыздар, бізде ары қарай ұзындық уже шарф ретінде куртканың сыртында немесе куртканың ішінде қалатын бөлік. Мен ол бөлікті жұқа қылып тоқимын. Мына бізде тығыз, қалың, қалған тағы да бір 3 қатар жұқа қылып тоқимын. Оны қалай тоқимыз? Алдыңғы бас киімнің видеосы бар ғой, тура содағы узормен тоқитын боламыз. Оны уже көчеуімді алып тастадым. Так, қояйын. И осылайынан айналдырып толық айналдырып өткізіп шығамыз қазір. 30 петлямызды. Міне 30 петля айландырып тоқып келдік. Так, мына крючок тұрған жібім. Енді ары қарай осыдан өткізе береміз. Осылай 3 қатар тоқимын тағы да. Қазір біз лицевой петлялармен тоқып жатырмыз. Яғни барлығы оң қарап тұрған өрімдер. Көрдіңіздер, мынандай өрімдер шығады. Осылай айналдырып өздеріңізге керекті қатарды тоқисыздар. Өздеріңізге керекті қатар санын тоқып болған болсаңыздар, онда аяқтаймыз. Келдік, бір айналып 3 қатар тоқыдым. Енді былайынан қатарымызды жабамыз. Енді соңғы петлямызды ашамыз. Былай екеуінен бірге өткіземіз. Болды, енді мына жібімізді іш жағынан тігіп қоямыз. Денес жібімізбен алып, тігіп, қалған ұшын қиып алып тастаймыз. Сонымен біздің бас киіміміз дайын болды. Енді құлақ тоқитын болсаңыздар, алдыңғы видеоға қарап, сол бойынша құлақ тоқимыз. Қоянның құлағын қазір мен сіздерге аюдық сияқты домалақ құлақ тоқуды көрсететін боламын.
құлақ тоқу үшін домалақ аюдікіндей құлақ тоқу үшін кольцомен көрмей жасаймыз, яғни бас киімімізді қалай тоқып бастасақ тура солайынан тоқитын боламыз. Біреуін тоқыдық кольцоның ішінен, екіншісін осыған өткізіп тоқимыз. Одан кейін екіншісін өткіземіз. Столбик без накида тоқимыз. Тағы да өткіземіз. И артынан. Осылайынан 6 петля болатындай етіп тоқимыз. Так. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, тағы да үшеу тоқу керек. Үшеу, төртеу, бесеу, так. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Бізде жұмыс жол болады. Төбесінде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тоқылды. Оның ортасын жабамыз. Енді келесі қатарға прибавка жасаймыз. Мына 2 петлямызға прибавка жасаймыз. Біреуін арт жағынан өткізіп, одан кейінгісін алды жағынан өткізіп, артынан өткіземіз. Алдынан, артынан, алдынан. Осылайынан екінші қатарымыздан бізде жалпы саны 12 столбик без накида тоқылу керек. Артқы стенкасынан и алдыңғы стенкасынан. Артқы стенкасынан и алдыңғы. Крючогымызды аламыз да артқы петлямызға көшіріп қоямыз. Маркерімізді. Енді қатарымызды, екінші қатарымызды жабамыз. Міне домалақ тоқып алдық. Егер де осы құлақтың размері келеді десеңіздер, міне осылайынан қалдырсаңыздар болады. Бұл кішкентай, тағы да үлкендеу болсын десеңіздер, келесі үшінші қатарда 1 столбик без накида, прибавка, 1 столбик без накида, келесі петлямызға прибавка жасап, жалпы саны 18 столбик без накида тоқисыздар. Үшінші қатарда қазір біз 2 қатар тоқыдық. 2 қатармен де құлағының көлемі осындай болады. Бас киімдеріңізге өлшеп көрсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай бас киімге осылай сай келіп тұр. Бұдан тағы да бір қатар қосатын болсаңыздар, онда ол тағы да үлкен болып кетеді. Сондықтан да осылайынан 2 қатар тоқимыз. Петлямызды ұзынырақ қылып ашамыз. Мен қазір сіздерге розовый бас киімге басқа түсті немен құлақпен көрсетіп жатырмын, себебі мен бұған қоянның құлағын тоқимын. Мына жіпті де тік қоясыздар. Енді инеге алып немесе қолдарыңызбен мына жоғары жағынан былай екі шетінен бірдей симметриал болып тұрады етіп, екіге осылай алдын бет ашық жағын осылай қаратып аласыздар да, тура екі шетінен симметриал болатындай етіп құлағын орнатасыздар. Шығарамыз, одан кейін құлағынан өткіземіз бір рет. Осылай. Құлағының ішіне қайта кіргіземіз. Келесі дүниемізден арасынан шығарып тесігінен тағы да былайнау. Осылай міне қонжықтікі сияқты домалақ құлағын тоқып қойдық. Екінші жағына тура осылайынан домалақ тоқып, екінші жағына орнатсаңыздар болады. Егер де ол балаға арналған қонжық тоқимын десеңіздер, құлағын осылай тоқисыздар. Барлықтарыңызға назарларыңызға көп рахмет, қыздар.
Енді мен видео қатты тым ұзақ болмай ақ қойсын, құлағын тоқуды алдыңғы видеодан көре аласыздар. Тура солайынан құлағын тоқып, екі жағына құлағын қоятын боламын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақытта да осылай қазақша тоқыма мастер-класстарын салатын боламын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.